Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін өзімнің ерекше пирогымды жасадым. Авторлық пирогым десем де болады. Ылғи да осылай балаларыма жасап беремін. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Пиццаның орнына өте дәмді пирог болып шығады. Жұмсақ керемет. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, ұн, сыр, колбаса, тұз, қант, сонымен қатар айран, бұрыш, сұйық май қажет болады. Қажетті құрамын бәрін толықтай описанияға қалдырып қоямын. Сол жерден қарап көріңіздер. 3 жұмыртқамызды жарып салғаннан кейін үстіне қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде тұз, шым тұз саламыз, көп салмаймыз. 1 ас қасық қант салатын боламыз. Толықтай ерігенше араластырып аламыз. Айран, жұмыртқа үй бөлмесінде болғаны дұрыс. Сонда пирогтарыңыз әдемі болып көтеріледі. Онда міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Жұмыртқамызды араластырып болдық. Енді үстіне айранымызды құйып, тағы да араластырамыз. Кез келген пайыздағы айранды қолдана берсеңіздер болады. Тіпті үйдің айранымен өте керемет болып шығады. Сұйық майымызды құямыз. Тағы да толықтай араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызға разрыхителімізді салып, осылай аз-аздан бөліп отырып салып араластыратын боламыз. Онда көріп тұрғандарыңыздай 1 дестен салмаймыз, 2-3 бөлікке бөліп барып салатын боламыз. Достар, менің видеоларым сіздерге пайдалы болып, ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Таныстарыңызға, достарыңызға видеоларымды таратып, көмектесіп жіберсеңіздер болады, яғни қолдау білдіріп. Ендігі кезекте үстіне сосиска деп колбасамыз бен сырымызды осылай кубиктап, ұсақтап турап аламыз ғой. Соны салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Оның үстіне көк пияз, укроп, қызыл бұрыш, жаңағы көк бұрыштарымызды да ұсақтап турап алып, оларды да салатын боламыз. Қатып қалған қағида жоқ, кез келген начинканы жасай берсеңіздер болады ішіне салуға. Тағы да толықтай араластырып аламыз. Осы сәттен бастап духовкамызды қыздырып, 180-200 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әрқалай болғандықтан қарап отырыңыздар. Піскенін шпажканың көмегімен білуге болады. Егер шпажкаларыңыз құрғақ шықса, онда пісті деген сөз. Осылай формамызға пергамент қағазын төсеп, ішіне құйып, бетін тегістеп алып, духовкамызға саламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ыстық күйінде жесеңіз де, салқын күйінде жесеңіз де дәмді болып, сыры еріп, сондай ерекше болып пісіп шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де жасап көрген болсаңыздар, комментарийға жазыңыздар, қалай шыққанын бөлісіп отырсаңыздар, мен міндетті түрде оқимын. Осылай кесілгенде осындай әдемі болып тұрады. Көргендеріңізде толықтай піскен. Жасап көріңіздер, ас болсын. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.